Құрметті достар, егов KZ порталында 42.500 теңгені алуға байланысты өтініш беру үлгісін қазір көрсететін боламыз. Бұл жерде бірінші алдымен егов деп жазу керек Google-ға. Әрі қарай осы егов порталына кіреміз. Бұл жерде біздікі автоматты түрде кіріп тұр. Ал сіздер өздеріңіз мына жердегі YT деген жазуға тіркеліп, ECP кілттеріңіз арқылы кіре алатын боласыздар. егов порталына кіргеннен кейін бірінші кезекте мына бір үшбұрышқа басып, электрондық өтініш батырмасынан басамыз. Біз қазір енді қазақ тіліне ауыстырып қояйық. Әрі қарай онлайн сұрау. Онлайн сұрауға кіргеннен кейін мынандай терезе ашылады. Әрі қарай құру батырмасын барып, таныстым деп басатын боламыз. Мінекей бірінші қадам шықты. Бірінші қадам, яғни бұл жерде сіз туралы барлық мәліметтер автоматты түрде көрінеді. Ол мәліметтердің дұрыс бұрыстығын тағы бір мәрте тексеріп шықсаңыз болады. Және почталық адрес. Почталық адреске мәселен бұлай көрсетейік. Телефон номеріңіз тұр. Енді қызметті таңдаңыз деген жер бар. Мемлекеттік қызметтің атауы деген тұста. Мінекей осы жерде біз екіншісін таңдаймыз. Қызметкерлерге, жеке кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адамдарға әлеуметтік төлемдер тағайындау. Мінекей осы жерді таңдаймыз. Одан кейін аймақ, яғни өзіңіз қай жақтансыз, қай облыстансыз, соны көрсетесіз. Мысалға Алматы облысы. Алматы облысы. Енді қабылдаушы деген тұс бар. Яғни сіздің өтінішіңізді қабылдайтын орган. Бұл қазір автоматты түрде шығуы тиіс. Алматы облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасы. Қысқаша мазмұны деген бөлімге келіп жеттік. Бұл жерде сіз қандай кәсіп иесі боласыз? Мысалға ИП, жеке кәсіпкер ма, немесе ЕСП жасап жүрген азамат па, бірыңғай жиынтық төлем. Яғни ЕСП жасайтындар, олар әртүрлі қызмет өкілдері болуы мүмкін. Шаштараз, массажист, бала күтуші, яғни өз-өзін жұмыспен қамтушы азаматтар. Сондықтан сол азаматтар осы жерге өздері туралы мәлімет жаза алады. Мысалға аты жөнін бірінші, одан кейін жұмыс орнының атауын, мысалға ИП ма, әлде ЕСП ма, яғни осындай ақпараттарды енгізсе болады. Ал егер ол ресми жұмыс істейтін азамат болса, онда сол жұмысының атауын жазса болады. Бірақ бұған дейінгі, мысалға осыдан 3-4 күн бұрынғыдай сіздің жұмыстан шыққаныңыз туралы, босатылғаныңыз жайлы, ақысыз демалысқа жіберілгеніңіз туралы қағаздар, бұйрықтардың көшірмесі ешқандай нәрсе талап етілмейді. Сондықтан бұл жерлерге мына бір файл деген бөлімге ешқандай файл тіркемейміз. Әрі қарай барлығын аяқтағаннан кейін жіберу деген батырманы басамыз. Яғни бұл жерде екінші қадам сұранысқа қол қою деп көрсетіліп тұр бізде. Яғни біз сертификатты таңдау. Біз о баста электрондық цифрлық қолтаңбаны алған кезде біздер өзіміздің электрондық цифрлы кілтімізді, қолтаңбамызды арнайы бір папкаға сақтадық жұмыс үстелінде. Мінекей сол папкада көрсетілген электрондық цифрлы қолтаңбаның біздер бұл жолы екіншісін таңдаймыз. Мінекей біздікі бұл жерде жұмыс үстелінде ECP Айнұр. егов порталына кірген кезде мынау біріншісін таңдайтын болсақ, енді екіншісін таңдайтын боламыз. Ал құпия сөзіңіз, бұл сіздің о баста егов порталына кірген кезде енгізіп жүрген құпия сөзіңіз. Және ок батырмасын басқаннан кейін сіздің өтінішіңіз электронды үкімет порталына тиісінше уәкілетті органға, яғни жаңағы енгізген Алматы облысындағы жұмыспен қамту басқармасына жолданатын болады.